Астана Қайрат ойыны. Қай команданың жанкүйеріміз? Астана командасының 3 футболшысын атап беріңіздер енді ал. Солдау дегеніміз бүкіл билеттер сатылды. Көрейік. Томаса! Сатпаев! Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, футбол сүйер қауым, Спорт Пульс Лайв YouTube арнасында влог. Біз дәл қазір Астана аренадамыз. Өткені бұл жерде бірінші тур аясында Қазақстан Премьер-лигасы Астана Қайрат ойыны. Біздің влог ерекше болады. Мен Эльдар Аманбаев және менің жанымда әріптесім Бақдәулет Ерғали. Бүгін бұл матчтың оң және теріс жақтарын іздейтін боламыз. Бірақ оны біз қалай іздейміз, Бақдәулет қазір сіздерге түсіндіріп кетеді. Бізде теңге бар, 100 теңге. Осының егер теңге жағы түссе, саны бар жағы түссе, онда Эльдар таңдайды. Егер елтаңба жағы түссе, мен таңдаймын. Дұрыс қой, таңдау жасаймыз ғой. Болды онда. Жақсы. Міне 100 теңгесі шықты. Ендеше Бақдәулет, сен таңдайсың. Бүгін Астана Қайрат ойындағы жақсы сәттерді, әсерлерді, жақсы факт моменттерді таңдайсың ба? Әлде бүгін сен даттаушы боласың ба? Мен әрдайым жақсылыққа жақын адаммын, аққа Құдай жақ деген сондықтан жақсылығын ғана айтамын бүгін. Жақсы. Ендеше құрметті көрермендер, дәл осы влогта Қайрат және Астана және Қайрат матчындағы керемет эмоцияларды біз сіздерге беруге тырысамыз. Біздің арнаға жазылыңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Жақын арада Астана арена стадионы ремонт жасалды, бірақ біз қазір сол аренаның склад, қойма артқы жағындамыз. Қарасаңыздар, бұл жерде ешқандай ремонт жасалмады. Әрине бұл футбол матчына әсер етпейді, бірақ дегенмен де біздің стадиондар іші, сырты, барлығы әдемі, әрленген, әктелген, боялған болса, нұр үстіне нұр. Міне Астана аренаның ішкі ахуалы осындай. Ал атмосфера болса осы. Керемет. Қайрат ойыншылары разминкаға шықты. Міне Дастан Сатпаев та осында. Астана Қайрат ойынның алғашқы плюсы бұл ойынның алдына 1 сағат бұрын осында Астана аренаның ішінде әртүрлі ойындар ойнатып, жанкүйерлерді қыздыру, жанкүйерлердің керемет эмоцияға сыйлау үшін әртүрлі көңіл аулайтын дүниелер ұйымдастыруда. Бұл осы ойындағы алғашқы плюс деп ойлаймын. Бүгін Қайрат Астана ойынның тағы бір плюсы, ойынға осындай әдемі сұлу қыздар келген. Қыздар, қай команданың жанкүйеріміз? Астана. Астана қаласында тұрасыздар ғой да? Астана қаласында тұрасыздар ғой. Астана командасының 3 футболшысын атап беріңіздер енді ал. Астана клубының 3 футболшы, 3 ойыншысы. Томасов, Чинеду и Мухамеджан Сейсен вратарь. Сіздерде? Сіздерге кез келген атты ата берсеңіздер болады. Мен Астана клубының ойыншыларын танымаймын қатты. Томасты мен де танимын бірақ. Жақсы, рахмет қыздар, давайте. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Қандай сурет салып жатсыз? Астана клубы, логотип. Астананың жанкүйеріне салып жатсыз ба? Қайраттың жанкүйері емес па әйтеуір? Астана. Сұрап саласыз ба, әлде барлығын Астана деп жаза бересіз ба? Көбісі 90%. Негізі Қайрат деп те жазасыз ғой да? Жазам, иә. Аренада Дастан Сатпаевтың персоналды жанкүйерлері бар екен. Дастан Сатпаевты шақырып жатыр. Қолдарында фломастер, қалам. Дастан Сатпаев автограф берет деген үмітте бұл балдар. Астана футбол клубының міне ультрасы жанкүйерлері сақадай сай. Бүгін 30 мың жанкүйер жиналады деген ақпарат шықты. Алайда бір 30 емес 20 шақты болатын сияқты.
көреміз бүгін Астана Қайрат Ел Классико. Сәлеметсіздер ма? Ассалаумағалейкум. Мынаның барлығы тегін ба сонда? Тегіннен таратып жатсыздар, иә? Өте тамаша. Астана Қайрат ойында кезекті бір плюс. Бұл биыл осы күні Рамадан айына түсуіне байланысты бүгін енді ауыз ашатын жігіттерге, ауыздары берік қыздар жігіттерге мінекей тегін ауыз ашар сумен құрма. Бұл әрине бұл ойындағы ерекше плюстердің бірі. Астана аренаға сумен, өзіңнің тамағыңмен келуге болмайды, барлығын қалдырып кетеді. Іште ауыз ашатын қыздар жігіттер болса, оларға іште ұйымдастырылған ана жақта ауыз ашарға барлығы. Сондықтан қазір мына жерде біздің қауіпсіздік қызметкерлері барлық суды, барлық тамақты алып қалуда. Астана арена, Астана Қайрат ойынның кезекті ойында мінекей жанкелер әлі де осының қарасы үзілер емес. Өте көп. Қай команданың жанкеріміз қыздар жігіттер? Қайрат тікінес? О, міне Астананың жанкерлері. Қай команда? Қайрат. Қайрат. Астана. О, брат, давай, удачи. Мынау жаққа барып, адамдардың қалай кіріп жатқан көріп қайтайық. Ешқандай қиындық туып жатқан жоқ па? Билет жағынан, кіруі жағынан қазір соның барлығын анықтап қайтайын деп бара жатырмын. Аренаға кіру барысында жанкүйерлер мінекей үстінде жоғарыда камера қойып қойған. Өте қатаң тексеру, билетсіз кіріп кету мүмкін емес. Яғни сіз егер кірсеңіз, бұл ойынға билетпен кірсеңіз, онда орынсыз қалмайсыз. Міндетті түрде орныңыз табасыз. Себебі әр адам өзінің ғана орнына отырады. Бұрынғыдай артық кіріп кету, өткізіп жіберу деген мүмкіндіктер жоқ. Аға, ассалаумағалейкум. Қалай кірдіңіздер? Оңай ма кіруі? Оңайды. Жоқ, кіру оңай ма? Оңай. Ешқандай қиындық тудырған жоқ па? Ойынның басталуына 15 минут уақыт қалды. Әзірше Астана аренада енді шамамен көз мөлшерімен бір 15-16 мың жанкүйер бар сияқты. Алайда біз енді білеміз ғой, біз қазақтар кешікпесек болмайды. Сондықтан меніңше бірінші тайм ортасына таман ареналық толуға жақын. Жиналмаса, онда тағы да сұрақ бар. Солдаут деген біз хабарды алдық. Ойынның алдында солдаут дегеніміз бүкіл билеттер сатылды. Көрейік. Кезекті плюс бұл ауыз ашуға жанкүйерлерге мінекей тегін сумен құрма таратылып жатыр. Бағана айтқанымдай, қазір енді бізде ауыз ашып ала аламыз. Су беріп жібересіздер ма? Астана Қайрат матчында кезекті плюс бұл бүгін Астана аренада жанкүйерлердің өте көп болуы әлі де болсын келіп жатыр. Бұл Қазақстан премьер-лигасының ойыны үшін менің ойымша керемет дүние сияқты. Рекорд қысам болу керек, қателеспесем бүгін. Әлі де болсын бос орындар бар, өкініштісі. Бірақ дегенмен дәл осындай Астана арена, осындай ойындарға дәл осындай толған мен алғаш рет көріп тұрмын. Қазақстан премьер-лигасының ресми добы міне. Adidas компаниясы Connext. Yes. Ойынның
35 минутта бірінші тайм. Қазір Сантана жарақатына байланысты ойынды жалғастыра алмайды және оны қазір тіпті Назыровпен алып кетіп бара жатқан көріп отырмыз. Соған қарағанда кім шығады қазір Қайрат командасына Сантананың орнына? Өте қызық. Ойынның 37 минутында Дастан Сатпаев алаңға шығуға дайындалуда. Қайрат ойыншылардың бірі жарақат алып қалған сияқты және Қазақстан премьер лигасындағы Дастанның осы маусымдағы дебюті. Естеріңізге сала кетейік, 16 жастағы ойыншы 18 жасқа кәмелетке толғаннан кейін ағылшындық Челси клубының сапына аттанады. Міне Дастан Сатпаев қазір бірер минуттан кейін Астана арена алаңына шығады. Сантананың орнына Дастан Сатпаев. Ойынның қызған шағы 37 минут, 38 минут. Марин, қандай тамаша гол! Пошла волна на стадионе. Құрметті көрермендер, осылайша бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-0. Астана Марин Голпасовтың голы арқасында есепте алдыға шықты. Енді екінші таймды асыға күтеміз. Қазақ футболының тамаша бір тағытысы, мінекей QG лиганың Астана 17 жасқа дейінгі ойыншысы. Балалар танып, кәдімгідей бірге суретке түсіп жатыр. Астана Қайрат келесі, бұл ойындағы келесі плюс, бұл жанкүйерлердің өте көп болуы. Қазақстан премьер лигасындағы бұл екі команданың рекордты жанкүйерлерінің саны 2017 жылы 19 мың көрермен болды деген ақпарат бар. Бірақ енді бұл рас нақты енді бекітілген ақпарат емес, бірақ десе де бүгін 19 мыңнан көп екені көрініп тұр. Қараңыздар, Астана аренада қазір кейбір орындар бос болғанымен жанкүйерлердің қарасы өте көп. Дастан Сатпаев Қазақстан премьер лигасындағы алғашқы голын соққан. Қазір көреміз. Осылайша таразы теңесті. Бұдан артық қандай ойын керек? Айтшы, Елдар. Бүгінгі ойында Астана Қайрат ойында кезекті плюс бұл Дастан Сатпаев гол соқты. Енді баршаңыз білесіздер, бұл қазақ футболына плюс, себебі Дастан Сатпаев жаймен деп үлкен футболда қадамдарын жасап келеді. Енді болашақта Челсиға ауысады. Әзірше Қайрат сапында жалға жүрген ойыншы. Мінекей бірден алғашқы ойында Қазақстан премьер лигасында алғашқы гол соғып отыр. Бұл енді бүгінгі ойында емес, жалпы Қазақстан премьер лигасындағы үлкен плюс деп айтуға болады. Достар, мен бұл ойынның тағы бір минусын таптым. Дәл осы ойын емес, ойын төңірегінде және диктор айтты, бұл Астана арена стадионда бұл матчта 26 мың адамға жуық жиналыпты. Солдаут дегеніміз не? Солдаут дегеніміз бүкіл билет сатылды, сонда 4 мың адам қайда екен? Міне, бос орындар бар, көріп отырсыздар. Біз енді барлығы статистика үшін жүреді ғой, кейде солдаут дей салады да. Негізі 4 мың адам келмепті. Өкінішті. Бұл тағы бір минус. Солдаут деп айтуға болмайды. Өткені солдаут емес. Сол
кейбір билеттерді ана квази мемлекеттік компанияларға береді ғой, тегін. Мүмкін солар келмеген шығар, менсінбей. Оданша ол билеттерді сатқан жақсы, ыңғайлы, өйткені 30 мың адам келсе, бұл тарихи рекорд болушы еді. Астана Қайрат ойынында бұл ең көп жиналған, жанкүйер жиналған матч. Факт, бірақ минус. Шамасы қазір ойын аяқталады. Дәл солай. Бірінші турдың орталық ойыны 1-1 есебімен аяқталды. Марин Тамасов, Дастан Сатпаев. 1-1. Көптеген болельшілер футбол сұрады, бірақ ешкім бермеді. В первую очередь хотелось бы, наверное, поздравить всех верующих мусульман со священным месяцем Рамадан. Ну и что касается игры, я думаю, игра всем понравилась. До последней минуты матч держал в напряжении всех. Отличная атмосфера, спасибо болельщикам по игре, но первый тайм такой был, наверное, с небольшим преимуществом, с нашим небольшим преимуществом, мы забили гол. Но много было суеты, конечно, да, много таких потерь ненужных в простых ситуациях. Вот. На второй тайм мы вышли, скажем так, не все меня услышали в перерыве, потому что мы очень много позволили именно вот эти 30 минут второго тайма сопернику, да, и ждали, пока нам забьют. Много очень волнения, много очень брака, много борьбы, но, наверное, счет, наверное, закономерен. Осымен бірінші турдың ойыны аяқталды. Астана Қайрат өте тартысты ойын, керемет эмоцияға толы ойын болды. Бүгін жақсы жағы да, жаман жағы да көп болды. Енді құрметті көрермендер, сіздер міндетті түрде комментарийге жаза отырыңыздар өздеріңіздің ойларыңызды. Бізде осымен бәс аяқталды. Құрметті көрермендер, Sport Pulse Live YouTube арнасына міндетті түрде жазылыңыздар. Қазақстан футболы оралды, КПЛ-ді біздің арнада тамашалаңыздар.